Ассалаумағалейкум, пайдалы ақпараттар арнасының көрермендері, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бауырдың күтімі туралы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, өз ой-пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Ендеше біз бастайық. Бауыр қанды тазартуға және удан арылтуға көмектесетін дененің оң жақ қабырғаларының астында орналасқан ішкі мүше. Бауыр адам ағзасының химиялық зертханасы. 300 миллиардқа жуық бауырдағы жасушалар қаннан ағзаға қажетті қышқылдар мен қорек болар өнімдерді бөліп алады. Оларды сүзгілеп, қажетті жеріне жеткізіп отырады. Алкогольді ішімдіктер, вирустар мен майлы тағамдар бауырдың қас жауы. Сондықтан ондай заттардан сақ болуымыз қажет. Адам ағзасының қалыпты жұмысы үшін бауырдың сау болуы аса маңызды. Өйткені бауыр қанды тазартады, ал таза қан денсаулықтың кепілі. Қаны таза адам әрқашан сергек жүреді. Оның күш-қуаты мол. Ал қаны аз емес адамның иммунитеті төмен. Ол әлжуаз, үнемі шаршап жүреді. Басы жиі ауырады, ұйқысыздық мазалайды. Бауырды организмге қауіпті заттарды залалсыздандыратын сүзгімен салыстыруға болады. Алкогольден, зат алмасу өнімдерінен, дәрі-дермек, тағамды қоспалар, химиялық қосылыстар және тағы басқа. Сау организмде бауыр үнемі әрі тиімді түрде тазаланып отырады. Бауыр өт бөліп шығарады. Өз кезегінде өт ас қорытуға қатысып, онымен бірге бауырдан қажетсіз заттар шығарылады. Бауырдан 1 минутта 1,5 литр қан өтеді. Қанның 70% ішек пен құрсақ қуысынан өтеді. Күн сайын 600 мл өт бөліп шығарылады. Токсиндер мен зат алмасу өнімдері жиналып қалған жағдайда бауыр жасушалары тікелей немесе қабыну арқылы зақымдауы мүмкін. Жасушалардың қабынып зақымдалуы салдарынан ағзадағы фиброз аталатын дәнекер тін белсенді түрде көбейеді. Дәнекер тін бауырдың сау жасушаларын алмастырып, оның қызметін атқару қабілетін төмендетеді. Бұл жағдай асқынып кетсе, цирроз пайда болады. Дәл осы себепті бауырдың қабынуын тоқтатып, фиброздың дамуына жеткізбеу өте маңызды. Бауыр өте төзімді және пайда болған проблемаларға қарамастан ұзақ уақыт жұмыс істей алады. Бауыр өзіне түскен күшті еңсере алмағанда қандай белгілер болуы мүмкін? Оң жақ қабырға астының ауруы, бастапқыда көздің ағы сарғайып, артынша тері де сарғая бастайды. Зәрдің түсі қошқылданып, үлкен дәрет ашық түсті болады. Дене қышиды, адам ісінеді. Дененің жоғарғы бөлігінде қан тамырлары, жұлдызшалары пайда болады. Қансырау, шаршаңқылық, есте сақтау қабілетінің бұзылуы, қолдың дірілдеп жазудың өзгеруі. Аталған белгілер бауыр аурулары кезінде ғана кездеспейді. Нақты себебін анықтау үшін дәрігерге қаралған дұрыс. Алайда көбі бауырды өздігінен қалай тазалауға болатынын білгісі келеді. Денсаулықты үй жағдайында қолдау әдістері туралы көп оқуға болады. Алайда мұндай процедуралар мен дәрілердің көбінің тиімділігі мен қауіпсіздігі дәлелденбеген. Сонымен қатар олардың жанама әсері бар. Бауырды тазалауға арналған көптеген дәрі-дермек өттің бөлінуін арттырып, жақсартады. Ал өтте тас пайда болуына алып келуі немесе өттегі тасты өт жолдарына ығыстыруы мүмкін. Кей жағдайларда тасты тек ота арқылы алып тастауға тура келеді. Созылмалы процестердің асқынуы, өт қабында тастың болуы, басқа да себептерге байланысты өт жүруінің бұзылуы, жүктілік пен емізу. Организмде қандай проблемалар бар екенін сыртқы белгілерге қарап білу әрқашан мүмкін бола бермейді. Организмге зиян жасамау үшін терапевт немесе дәрігермен кеңесіңіз. Дәрігер қажет болған жағдайда рентген немесе 12 елі шектік зондпен тексеру сияқты қосымша зерттеулерге жібереді. Бауыр және өт шығару жолдарына УДЗ немесе рентгенография процедураларын жасар алдында диета сақтау керек. Оның мақсаты ішекте газ пайда болуы салдарынан туындайтын кедергіні азайту. Процедурадан 3 күн бұрын мына өнімдерді тұтынбаған жөн. Сүт өнімдері, бұршақ, үрме бұршақ және бұршақ тұқымдастар, шырышты қабықты тітіркендіретін көкөністер, шомыр, шалғам, пияз, самырсақ, тәттілер мен газды сусындар, жана піскен нан мен құрамында ашытқы бар өнімдері. Сонымен қатар белсендірілген көмір қабылдауға болады. Процедура алдында аздаған мөлшерде су ішуге болады. Зерттеу аш қарынға жүргізіледі. 12 елі ішекті зондпен тексеру кезінде зерттеу үшін өт үлгісі алынады. Бұл процедура тек дәрігердің тағайындауымен және бақылауымен жүргізіледі. 12 елі ішекті зондпен тексеру үшін арнайы диетаның қажеті жоқ.
Бауыр ауруы кезінде туындайтын проблемалардың дені зақымданған бауыр шығарып үлгере алмайтын зат алмасу өнімдерімен байланысты. Сондықтан адамдар бауырды үй жағдайында тазалаудың әдістерін іздейді. Алайда оны тазалау оңай емес. Дәрілік заттар, үй жағдайында жасалатын процедуралар мен бауырды тазалауға арналған шөп тұнбаларының тиімділігі туралы нақты тұжырым жоқ. Бауырдың негізгі қызметі оның жасушаларының жұмысымен байланысты. Олар дұрыс жұмыс істеу үшін жақсы жағдай жасалуы тиіс. Яғни үйлестірілген тағамға мән беріп, зақымдайтын себептерден арылып, ішімдіктен бас тарту қажет. Егер гепатит вирусы себеп болса, инфекционист дәрігердің қадағалауымен вируспен күресу керек. Егер бауыр өт тұрып қалғандықтан зақымданса, дәрігер тағайындаған өт айдайтын препараттар мен процедуралар көмектеседі. Бауырды тазалауға арналған кеңестерде зәйтүн майы жиі айтылады. Алайда лимон шырынының бауырға әсерінің дәлелі жеткілікті емес. Егеуқұйрықтарға жүргізілген тәжірибеде лимон сығындысының бауырдың улы заттардан зақымдалуына оң әсері анықталған. Бұл лимонның құрамындағы антиоксиданттардың әрекетімен түсіндірілген. Олардың арқасында липидтердің асқын тотығуы және бос радикалдардың әрекеті төмендейді. Өсімдік майларының құрамында пайдалы май қышқылдары мен фосфолипидтер бар. Олардың артықшылығы да осы. Өттің бөлінуін ынталандыру үшін аздаған май жеткілікті. Бір уақытта 100 мл немесе одан да көп май ішу туралы кеңестер бар. Алайда оның маңызы жоқ және организмге зиян тигізуі мүмкін. Себебі организм майды қорыту үшін мұншама көп мөлшерде өт бөліп шығара алмайды. Нәтижесінде организмге артық май түсіп іш өтеді. Көкөніс шырындары, мысалы шомыр немесе шикі қызылшаның шырынын кейде өт айдайтын құралдар қатарына жатқызады. Алайда әсері майлардың әсеріне қарағанда төмен. Бұл әдісті гастрит, асқазан және ішек жарасы кезінде қолданбаған жөн. Өт айдау немесе 12 елі ішекті зондпен тексеру. Үй жағдайында өттің жүруін ынталандыру үшін жылу мен өт айдайтын заттардың қосындысын пайдаланады. Процедураны таңертең тамақтанғанға дейін жасайды. Қалаған өт айдайтын құралды ішеді. Содан кейін оң жақ қырымен жатып, тізені бүгіп, аздап ішке жақындау керек. Оң жақ қабырғаның астына сүлгімен оралған ыстық жылытқышты қою қажет. Температураның әсері өт шығару жолдарындағы түйілуді басуға көмектеседі. Процедура 40 минуттан 2 сағатқа дейін жалғасады. Аталған процедураны асқынған аурулар және өт тас ауруы кезінде жасауға болмайды. Диета сөзін естігенде бірден қатаң шектеулерді еске аламыз. Алайда сау адам үшін бұл әдіс жарай бермейді. Бауырды қалпына келтіруге арналған ең жақсы әдіс ақуыз, майлар мен көмірсулардың үлесі есептелген түрлі тағамды жеу және құнарлығын бақылау. Ақуыздар, майлар және көмірсулардың байланысы. Бауыр қажет болған жағдайда глюкозаны амин қышқылдар мен майларға айналдыра алады. Егер диетада май немесе қант тым көп және ақуыз аз болса, немесе керісінше болған жағдайда, бұл бауыр жасушаларына артық күш түсіреді. Норма кемінде 15% ақуыз, 30%-дан аспайтын мөлшердегі май, 60%-ға дейінгі қуат күрделі көмірсулар арқылы түседі. Бөліп тамақтану. Өттің түзілуі тоқтаусыз жүріп жатады, ал ол әдетте тамақтанған кезде бөлінеді. Сондықтан аш жүруге болмайды. Тамақтану рационы 4-6 уақытқа бөлу керек. Майлардың құрамында өсімдік майлары, жаңғақтар көбірек болуы тиіс, ал жануар негізіндегі майды азайтқан жөн. Ащы қақталған тағамдарды, иісі өткір өнімдерді жеуге кеңес берілмейді. Әсіресе бауыр, ұйқы безі, асқазан және ішектің қабынуымен байланысты аурулар кезінде ішімдіктен мүлдем бас тартқан дұрыс. Міне достар, бүгінгі видеомыз өз мәресіне жетті. Осы видеода бауырдың күтімі туралы білдіңіздер. Видео ұнаса лайк басып, арнама тіркеліп, келесі видеоны бірінші болып көріңіз келсе, қоңыраушаны басып қойыңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.